WhatsApp'пен әңгімені жібере беріңдер. Мына жігіттер көке. Сондықтан енді осындай құда дестің бе, құйрық бауыр шестің бе деп бәрін жасап жатырмыз ғой. Сондықтан көке, ана құданы төс қағып жатырмыз ғой. Әдемі осындай күйеу бала тәрбиелеген құдағайды неге бір сүймеске? Бір қошеметтеріңіз. Рахмет. Нәке, сенің әйеліңді біреу құшақтап жатқан біреудің әйелін әйелсің ба? Бар шеш. Құдағайым ойнап жатқаным ғой. Сүймесің де қолды алып қой. Осылай лайында жүре беріңдер. Аман болыңдар. Елдің амандығы жақсы. Олай болса, ана жерге барып жайғасайық. Көке, енді осы шеркешінің шағына келіп жатсың ғой. Bir салқайып бал. Қыз беріп жатсың өйткені. Аттың үстінде тұрып сәлем алатын құдасың ғой. Аттан түсіп, нәкең өзі келсін. Солай емес па? Тек қана құшақта айқарашып тұрсаң болды. Жүрсең жүресің, жүрмесең өзің білесің. Ана құдайға атқанда кейін ғана кетіп қалуы. Сондықтан енді нәке, міндегі сен енді барынша құшағыңды ашып, құда келді деп құдағайлар істеп тұратыңыздар, айқарашып барып төс қақсайық та. Дұрыс па? Кет! Жібер! Керемет қой. Ал енді құдағайлар, бүгінгі тойды көре алмаған дұшпанның ұшы күйсін ба? Екі құдағай бір-бірін сүйсін ба? Ал, пожалуйста, құдағайлар. Күннің көзі түсіп сама билеген сүйіп алам. Аман болып жүре беріңдер. Осылай деген рахмет. Осылай ажырамай, теп қызыл күрең шайды шықпай, WhatsApp'пен әңгімені жібере беріңдер. Мына жігіттер көке. Сондықтан енді осындай құда дестің бе, құйрық бауыр шестің бе деп бәрін жасап жатырмыз ғой. Сондықтан көке, ана құданы төс қағып жатырмыз ғой. Әдемі осындай күйеу бала тәрбиелеген құдағайды неге бір сүймеске? Бүгін үлкен қуаныш, үлкен той. Осындай той барлық отбасыда болсын, барлықтарыңызға жұмысты болсын. Келіндеріңіз құтты болсын, біздің жаңа жеңгеміз құтты болсын. Ал Батырхан, Гүлжан, көп жатқан шаңырақтарың босағасы беріп, терегесі тең, терегесі кең болсын. Әрдайым бір-бірлеріңізді сыйлап, ыстыққа да, суыққа да бірге қол ұстасып, мәңгі бірге жүре беріңіздер. Сол құтты болсын той. Саламатсыздар ма? Баршаңызға той шоқамын. Сәлем бердік деп айтамын, баршаңызға иіліп сәлем беремін. Қош келдіңіздер бүгінгі тойымызға. Той құтты болсын дейік. Тәте, мама құтты болсын. Бір балаңыз, екі бала болады. Әрқашанда жолдары ашық болсын дейік. Сіздердің еңбектеріңіз артасын дейік. Үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Қандай жағдай болса да бір-біріңізді тек сыйлап, құрметтеп, алып шығыңыздар дейік. Әрқашанда бақытты болыңыздар. Батырхан, Гүлжан, жолдарың ашық болсын. Алла тағаланың нұры жаусын қадамдарыңызға. Әрқашанда бір-бірлеріңізге тек сыйластықпен күлімдеп қарап жүріңіздер дейік. Көзіңе сол сәттерің енді қайтып келмейді ғой, сенесің бе сөзіме? Сондықтан да бекем болшы өзіңе. Ата-анаңның үмітін сен бауырым ақташы, өмір деген керемет қой, соны ұмытпай мәңгі есте сақташы. Әр қашанда алға ұмтылып бір орында жатпашы, сонда ғана хақ ашылар сол жұмақтың қақпасы. Барлықтарыңызға тағы да той құтты болсын.
тойға жиналған қауым. Мама, тәте, тойларың құтты болсын. Батырхан, Гүлжан, бақытты болыңдар, бір-бірлеріңді сыйлаңдар, тыңдаңдар. Бір-бірлеріңді түсініп, сыйлап, бақытты өмір сүріңдер. Той құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Келгендеріңізге рахмет. Ал Гүлжан олар құтты болсын, берекелі болсын. Ал құрметті тойшы қауым, тойға келген қадамдарыңызға нұр жетсін. Алтын уақытта келгендеріңізге рахмет. Бүгін үлкен қуаныш, үлкен той. әрқашанда бір-бірлеріңізге тек сыйластықпен күлімдеп қарап жүріңіздер де тек қана армандай біліңіз, мақсат бәрі орындалсын де. Батырханға айтарым, Батырхан сен Гүлжанға гүл сыйла, Гүлжан сен Батырханға ұл сыйла дегім келеді. Және де оның да аттарынан бірің ай, бірің жұлдыз, күн аттарыңыздан жұлдыздар ере берсін дегім келеді. Той құтты болсын, және де сіздерге бір ән шашуым бар ка, мама тәтелер айтып болғасын, алғыс деген әнді қабыл етем. Bana